сәлем бердік. Бүгінгі таңғы ас қой дайындап жатқанымыз керегіміз міне тағы лаваш, ірімшік. Содан кейін кешегіден алған біздің картоптың бастап, енді алдымен мына жұмысты бастап жіберейік. Бұл дайын тұру керек, сондықтан да осыдан бастайық. Енді әркім әртүрлі бастайды ғой, мен өзімше осыдан бастап жатқанда дұрыс көріп отырмын. Жақсы ірімшік қатты жақсы. Жеткілікті. Міне мына жаққа қоя тұрайық. Ірімшігімізді барлығын. Енді біз өзің белгілі шаблонымызды дөңгелекті кесіп алуымыз керек. Міне пышағымызбен айналдырып кесіп ала қоямыз. Оның өзі бір өмір ғой, кесіп алу. Шаблонымыз дайын. Енді мына жағын аударып, мына жағынан да кесіп аламыз. Аударған себебіміз лаваштың орындықтары бірдей емес. Тесіліп жатыр екен. Дөңгелек лавашты біз әлі екіге бөлеміз. Қалдықтар тұра берсін. Бұған қосылатын, жаңа айттық қой, картошка деп. Картошкамыз міне. Лавашты азырақ жылыту үшін суға салуымыз керек. Но бізге енді керек жоқ. Міне қалай саламыз. Азырақ малып аламыз. Ортасынан бөлеміз. Міне. Көп салмаймыз, неге десеңіз, бұны біз үш бұрыштауымыз керек. Жеткілікті. Картошканың үстіне сыр саламыз. Сосын үш бұрыштай қоямыз. Міне. Келесі лавашты картошкамен ірімшікті алып өтіп суға салып аламыз. Жай ғана тек болды. Жеткілікті. Екі ортасына бөле қоямыз. Картошка, сыр, ірімшік. Суға саламыз, тағы да жай ғана жібітіп. Екіге бөлеміз. Картошка, ірімшік, содан кейін үш бұрыштаймыз. Жоқ, жоқ.
Енді ортасына бір дөңгелетіп қоя қояйық біреу. Сонымен жеткілікті болып қалатын шығар деп ойлаймын. Енді мынау осы жұмыртқамен адырақ бетін жағып жіберуіміз керек. Алдымен айтпақшы, нені салуымыз керек екен ғой. Бұның барлығы бірігіп піседі айтпақшы. Бірігіп піседі. Жаңа өзімізден қалғандарым шықты, үстінен ақырын сеуіп тастай саламыз. Ұштының арасын жауып салқымды. Тағы келіп қойсын. Біразырақ қана қатайлы жасап қойдым. Ол астан жағу керек еді жаңа. Жарайды оның ештеңесі жоқ. Қалай осына? Менің өмішкін астан жағу керек еді. Ну. Жеткілікті бір жұмыртқа. Ол қиыпсайбыз жерін. Қазір қиып тастайық па сырада? Так, қыздарымызға тұрып отырайын жылы. Олар тұрғанша мен қазір міне духовкаға апарып қоя қоямын. Дайындап көрсетеміз. Ақтау деп салып. Жарайды, кеттім. Мүмкін ананы төмен түсіреміз. Өте жоғары тұрған жоқ. Ортасында тұр. Төмен түсірейін бе? Кеше бір видео көріп едім. Пиццаны пісіргенде қай жерде тұру керек екен. Қазір қарай қояйын. Сосын ауыстыра қоямыз. Бар ана балаңа. Келе жатыр міне. Міне дайын болды. Міне қағаздан алып, бұны мына табаққа түсіре қоюымыз керек. Бірге кетіп керек еді. Шын айтсақ. Кәрімет болыпты. Міне дайын. Дәмі шығып тұр. Ірімшіктің. Орнына қоямыз. Бұны кесіп турап жей ме, бір-бірден үзіле ме? Бір-бірден ала береді ғой. Қазір ыстық. Жарайды, жақсы. Так. Енді менің каналыма қосылып, лайкты басып, комментарийлеріңізді жаза беріңіздер.